Қазығұрттың ең танымал емшісі осы Бекжит аға. Ассалаумағалейкум, көпшілік. Мына жалпы шөп дәрілермен таныстыра кет деген ұсыныстар түсіп жатыр. Енді бұны негізі ләжі болса бір әрбінде қате жібермей дұрыс айтқан жақсы болады. Енді себебі келешекке түгел жеткізу керек болады ғой. Мына бізде ермен деген дәрі болады. Жусан деп те айтады. Жусанның нелері ғой енді ол. Негізі ағермен деп айтылады бізде. Ағермен жалпы іштегі ішек құрттарға, одан кейін мына жаңағы көбінесе мына араққа құмарлығы бар адамдарға да беріледі. Неге дегенде бұның әштілігі, арақтың әштілігінің орнын басалады. Былайша енді орысша заменить ете алады деп айтады. Енді арақты көбінесе жаңағы тұтынып жатқанда аштыны қалап тұрады. Ол аштыны қалап тұрғанда келім дәрі болсын, бұрыш болсын, қанша көп салып ішсе де осы мына арақтың нелерін баса алмайды, а мынау осы сол заменить ете алады, орнын ауыстыра алады. Осыдан дайындалған дәріден көп адамдар арақты қойып жатыр. Бұны енді жас балдардың ішек құртын түсіргенге де дайындап беруге болады. Енді 5 жас, 6 жастан төменге қарай бұны ләжі барынша талқандап, сары майға араластырып, тұздалмаған шарик істеп холодильникке қойып, дәл осы енді бір ноқаттан сәл үлкендеу шарик жетеді. Азанда, кешке, обедте 3 мезгіл. Енді бұны 3 мезгіл жегеннің себебі, әр жеген сайын мынау ішек құрт өліп отырады. Енді арасын ұзартып жіберетін болса, қайтардан күшін жинап, қайтардан көбейіп алады. Сол үшін 3 мезгіл жаңағыдай құрттайдан беріп отыратын болса, түгел іштегі құрт, даже мына глист деген ленточный деген түр болады. Сол ешқандай дәрілерде түсе қоймайды, қап кетеді деген, қанша не қылса да личинкасы қап кетеді деген. Мынада личинкасымен қосып түгелдей құрып жойылады. Мына